Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы дыбыс талдау және әріппен жұмыс жасау тәсілдері. Лекцияның міндеттері мен мақсаттарына келетін болсақ, дыбысты талдау және әріппен жұмыс жасау тәсілдерін меңгерту. Сауат ашу негізгі объектісі сөз. Сөзбен жүргізілетін жұмыс түрлері мыналар: сөзді ауызша айту, сөзді жазу және оқу. Сөзді ауызша айту әдетте естуге негізделеді. Жаңа сөз біреуден естіген күйді қабылдап есте сақталады. Сөйлеу кезінде пайдаланылады. Сөйлеу практикасын сөз жеке дыбыстарға бөлініп айтылмайды. Тұтас дыбысталып айтылады, бірақ сөздерге әрбір дыбысты қалдырып кетпей, түгел және дұрыс дыбысталу, сондай-ақ сөздердің басқа дыбыстармен байланысты қолдануы керек етеді. Сауат ашу тәжірибесінде жиі қолданылатын дыбыстық талдау тәсілдері мыналар: сөздегі өздігінен жеке буын жасайтын дауысты дыбыстарды бөліп алу, сөздің ең соңғы дыбысын бөлу, алғашқы дыбыстар мұғалім өзі айтып, соңғы дыбысты оқушыларға тапқызу. Мұндай талдау жұмыстарда заттардың дидактикалық ойындар, суреттерді пайдалануға тиіс. Мысал ретінде нан, тарақ, өрік сияқты сөздерде бірінші буындарын айтып, келесі буындарын әріптерді қалдырып кетіп, оқушыларға қалған әріптерді таптырту. Бір дыбыстан басталатын сөздерді тізіп айтып, әр сөздегі бірінші дыбысты оқушылардың өздері таптырту. Ол дыбысты көтеріңкі дауыспен ерекшелеп айту арқылы бекіту. Сөздегі дыбыстардың саны мен орны ретінде анықтау. Бұл үшін сөз схемасы пайдаланылады. Алдымен сөз схемасы дыбыстар буын жүйесі мен түрлі дөңгелекшелер арқылы сөздегі орындар ретімен орналасады. Соңынан дөңгелекшелер әріптерімен алмастырылып оқылады. Талдау. Бұл сөзде 3 дыбыс бар. Бірінші А, екінші Р, үшінші А деген сияқты тұрғыда өтіледі. Бір дыбыс ғана өзгеше, басқа дыбыстар бірдей сөздер өзара салыстырып талдайды. Сауат ашу тәжірибесінде жиі қолданылатын дыбыстық жинақтау тәсілдері мыналар: бір дауыстыға аяқталған буындар мен сөздерді оқыту, әртүрлі дауыстағы аяқталған буындар мен сөздерді оқу, бір дыбысты бөлек сөздерді салыстырып оқу, басқа дыбысты қосып не алып сөздерді өзгертіп оқу, талданған сөздегі буындарды көтеріңкі дауыспен ерекшелеп айту арқылы есте сақтап, одан сөз құрастырып оқу. Дыбыстық талдау жинақтау әдісі бойынша сауат ашудың мынандай негізгі оқыту принциптері жүзеге асырылады. Баланың жас ерекшеліктеріне және тәрбие талабына сай іріктелініп оқу материалдарының негізінде оқушылардың көзқарасын қалыптастыру, оқушылардың жалпы ой-өрісі мен тілін дамыту, оқуға деген саналылығы мен белсенділігін арттыру, әрбір оқушының өзіндік ерекшеліктеріне ескере отырып жеке дара жұмыстарын жүргізу, оқу мен жазудың бір-бірін ажыратпай өзара ұштастырып, қатарластыра жүргізу. Сауат ашу негізгі дыбысты меңгеру үшін сөзге дыбыстық талдау жинақтау жасауға үйрету, оқушылардың есту дыбыстау қабілеттерін жетілдіру, сөз дыбыстарын әріптермен дұрыс таңбалай білуге дағдыландыру, жазудың оқудан кешеуілдейтінін ескере отырып, алғашқы жазудың кеспе әріптерін сөз құрастырумен алмастыруға және басқа әріптермен жазуға үйрету, сөз оқу өлшемі буын болғандықтан сөздің жеке әріптерін оқытпай бірден буындап оқуға дағдыландыру, одан біртіндеп тұтас сөзбен оқуға әкелу. Сауат ашу барысында да перспективті оқу, кейбір алғашқы грамматикалық, орфографиялық, пунктуациялық, лексикалық мағлұматтарын алдын ала практикалық жолмен таныстырыла білуі. Назарларыңызға рахмет.